Қайырлы күн қыздар, баршаңызға бүгін сіздермен керемет те осындай шоколадты қосылған маффин рецептісімен бөлісетін боламын. Видеом ұнаса лайк басып, комментарий жазып, өздеріңізге сақтап алыңыздар. Ең алдымен жұмыртқамызды және қантымызды шым-шым тұз қосып, жақсылап араластырып аламыз. Қантымызды жақсылап езіп алғаннан кейін үстіне сүтімізді және сұйық майымызды, қаймағымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Онымен разрыхительді араластырып, массамызға аз-аздан салып, жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Массамыз дайын. Мен ыңғайлы болу үшін өзіме мешочкқа құйып алдым. Сіздер де солай мешочкпен болмаса қасықтың көмегімен құйсаңыздар болады. Әрқайсының ортасына осылай шоколадтар салып шықтым. Менде Қазақстан шоколады болды. Келген жаңағы молочный шоколадтарды қолдана берсеңіздер болады. Мен балаларым тәттіні жақсы көргендіктен бетіне мен ММДен істептім және грек жаңғағын әдемілеу үшін сепіп қойдым. Қызып тұрған 180 градуста пеште 25-30 минутқа пісіріп алатын боламыз. Міне қыздар өте әдемі, Мінекей қыздар өте әдемі жұмсақ болып шықты. Менімен бірге жасап көріңіздер, ас болсын.